Абай қаласының орталық аудандық кітапханасы «Бір ел бір кітап» республикалық акциясы аясында Тәкен Әлімқұлов қазақ прозасының дара тұлғасы атты бейнероликті ұсынады. Қазақ жазушысы, ақыны, әдебиет сыншысы және қоғам қайраткері Тәкен Әлімқұлов 1918 жылы 22 қарашада оңтүстік Қазақстан облысының Созақ ауданында дүниеге келген. Абай аудандық кітапхана қорында жазушының «Жемісті жолда», «Жұмбақ жан», «Кер толғау», «Алтын қалам», «Сейтек сарыны», «Музыкальная душа» және тағы да басқа туындылары бар. Әуезовтің шәкірт досы, қазақ прозасына өлшеусіз үлес қосқан әдебиет зерттеушісі Тәкен Әлімқұлов Абай шығармашылығын зерттеуге ат басын бұрған. 1954 жылы Абай поэзиясының көркемдік құндылықтары, жаңашылдығы, тұтас қазақ поэзиясына, күллі қазақ әдебиетіне, руханиятына жасаған әсер ықпалы, тарихи миссиясы туралы тұңғыш ой толғамдарын қағаз бетіне түсіре бастаған. Алдымен алғашқы үзінділерін газет беттерінде жариялап алған соң, осы дүниесін үлкен сүйікті мақалаға, тұтас зерттеу еңбегіне айналдырып, 1958 жылы қазақтың мемлекеттік көркем әдебиет баспасынан жарық көрген «Жемісті жолда» атты тұңғыш әдеби сын мақалалар жинағына енгізді. Осынау 50 бетке жуық көлемді іргелі мақала кейінгі жылдары тереңдетіліп, ақынның басқа да тақырыптарды кең қамтып, толғаған туындыларына да терең талдаулар жасаған ой толғамдарымен толықтырылып, 1978 жылы жазушы баспасынан «Жұмбақ жан» деген атпен жеке зерттеу еңбегі ретінде жарияланды. Бұл кітап жарық көре салысымен әдебиет сыншыларының назарына бірден ілікті. Басым көпшілігі еңбекті абайтануға қосылған үлкен үлес, Абай поэзиясын насихаттап, оның көркемдік құндылығын, Абай шығармаларының тарихи, рухани орнын танытудағы биік белес болды деп бағалады. Әсіресе абайтанушы ғалымдар, әдебиетшілер тарапынан да жақсы бағасын алды. Тәкен Әлімқұлов еңбегінің ең сүбелі беттерін хакім Абайдың өмірбаянын, өскен ортасын, ата тегін, білім алған белестерін әңгімелеуге арнайды. Абайтанудың бірнеше кезеңнен тұратын ұзақ, жемісті жолын Мұхтар Әуезовтің шығармашылық мұрасына, дәстүріне арқа сүйеп, ол зерттеген қыруар дүниені жарыққа шығарған еңбектерін аттап кетпей, баға жетпес рухани байлыққа үлкен ілтипат көрсете отырып ой толғайды. Түйіндей айтқанда, Тәкеннің «Жемісті жолда», «Жұмбақ жан» атты зерттеу еңбегі бүгінгі абайтанудың, қазіргі Абай тұлғасы мен феномені, Абай ілімі туралы көптеп жазылып, айтылып жатқан дүниелеріміздің биік төрінде тұратын зерделі еңбектердің бірі һәм бірегейі. Ал «Кер толғау» атты кітабына Тәкен Әлімқұловтың таңдаулы әңгімелері мен повестері кірді. Бұл кітап 1973 жылы жазушы баспасында жарияланды. Кітаптағы әңгіме-повестер нәзік сазға толы жазушы толғаныстары, эстетикалық талғамы мол, жазушының өнерге деген сүйіспеншілігін жыр етіп шертеді. Тәкен Әлімқұловтың шығармашылығы қазақ әдебиетінде ерекше із қалдырды.